Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Сіздер ұйқыдағы ару туралы ертегіні естіген шығарсыздар. Ал ондай қыздың ертегі де ғана емес, шынайы өмірде де барын білесіздер ме? Ашып айтар болсам, Сицилия жағалауларында орналасқан капуцин катакомбаларының мумияланған сүйектер сақталған жерінде бір ғасырдан аса мумияланған 2 жасар Розалия Ламбарда есімді періште ұйықтап жатыр деуге болады. Видеоны көрмес бұрын сіздерден өтінерім, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің осындай қадамдарыңыз мені видео жасауға шабыттандырады. Ендеше кеттік. Розалия Ламбарда 2 жасында өкпе қабынуынан 1920 жылы қайтыс болады. Қызын өте жақсы көретін әкесі бұл қасіретке көнгісі келмей, әйгілі итальяндық фармацевт Альфредо Салафиядан қызын мумиялап беруін өтінеді. Оны мүмкіндігінше келбетін өзгертпей тірі секілді қалдыруды өтінеді. Альфредо Салафия мәйітті сақтаудағы мол білімінің арқасында ең үздік деп танылған. Ол Розалия Ламбарданың денесі мен бет-әлпетін еш өзгеріссіз қалдыра алды. Розалияның мумияланған денесін ғалымдар рентген аппаратымен қарағанда өте қатты таң қалған. Себебі оның ішкі мүшелері де еш өзгеріссіз сақталған. Оның құпиясын білгісі келген ғалымдар қанша іздесе де таба алмайды. Бірақ көрменің тұрақты қонағы Помбино Маскали құпияның сырын ашты деуге болады. Ол Альфред Салафияның туысқандарын іздеп тауып, сол жақтан денені қалай мумиялағанын біле алды. Альфред Салафия денені мумиялау үшін дененің ішкі ағзаларын алып тастамаған. Ол бірінші өлі дененің бір жерін тесіп, сол арқылы кезек-кезек денені сол күйінде сақтайтын дәрілерді жіберіп отырған. Формалин денедегі бактерияны өлтірген, одан кейін глицеринді денені кептірмеу үшін салған. Салицил қышқылын саңырауқұлаққа қарсы қолданған және соңғысы цинк хлоридін ол дененің сол күйі жібімеу үшін, жұмсармау үшін қызмет атқарған. Және де Розалияның денесінің тағы бір құпиясы бар. Катакомбаға келген қонақтар Розалия кейде көк күмбек көздерімен өздеріне қарап тұрғандай әсер қалдырады деп қатты қорыққандарын айтқан. Және бұл жағдай жиі қайталанатын болған. Бұл құпияның да сырын Помбино Маскали ашты. Ол бұл құбылысты оптикалық иллюзия деп атады. Күн сәулесі катакомбаға түсуіне байланысты қыздың көзі ашылып жатқандай көрінетінін айтқан. Мұндай құбылыс күніне бірнеше рет қайталанады екен. Өзінің айтқандарын Дарио Маскали қыздың денесін музей жұмысшылары басқа жерге ауыстырғанда, ол қыздың көзі шамалы ашық тұрғанын айтып дәлелдей алған. Яғни күн қыздың бетіне түскен кезде қыздың адамдарға қарап тұрғандай әсер қалдыратыны белгілі болған. Ұйқыдағы ару есімімен елге танымал бұл мумия Сицилияда сақталған 8000 мумияның ішіндегі ең керемет сақталғаны болып табылады. Себебі оның сырт бейнесімен қатар ішкі ағзалары да сол күйі мұрты бұзылмаған күйде жатыр. 2020 жылы бұл мумияға 100 жыл болған. Сицилиядағы капуцин катакомбаларын көруге жер-жерден елдер осы бір періштенің мумиясын көруге барады екен. Назарларыңызға рахмет.